Мысықтар мен адамдар арасында бірнеше ұқсастықтар бар, әсіресе мінез-құлық пен эмоциялар тұрғысынан. Мысалы, бір эмоцияларды сезіну, мысықтар да адамдар сияқты эмоцияларды сезіне алады. Олар қуаныш, қорқыныш, реніш сияқты сезімдерді көрсете алады. 2. Қамқорлық пен байланыс, мысықтар адамдармен тығыз байланыс орната алады. Адамдар сияқты, олар өздеріне жақын адамдармен эмоционалды байланыс қалыптастырып, көңіл бөлуді қажет етеді. 3. Әлеуметтік орта, адамдар сияқты, мысықтар да өздерінің жеке аймағы мен тыныштығын бағалайды. Дегенмен олар да ортақ қарым-қатынаста болуды, ойын ойнап, бірге уақыт өткізуді ұнатады. 4. Коммуникация, мысықтар да адамдар секілді қарым-қатынас жасай алады, бірақ олар сөздердің орнына дыбыстар, қимылдар, көзқарас арқылы байланысады. Мысалы, мияулау, пырылдау арқылы өз сезімдерін білдіреді. 5. Денсаулық пен күтім, адамдар секілді мысықтар да өз денсаулығына мұқият қарайды. Олар тазалыққа ерекше мән береді, күнделікті өзін күтуді әдетке айналдырады. Бұл ұқсастықтар мысықтарды адамдарға жақын етіп, олардың арасындағы қарым-қатынасты нығайта түседі.